Күн шәрфіңіз қайырлы олсын. Бүгін июннің 14-і ве Қырым ишғалінің 838 күні. Эфирде заман. Бүгін Русияда қанунсыз шекілде әпісті бұлынған 2 Украин ватандашы Геннадий Афанасьев ве Юрий Салашенконы Русия ватандашларына денештіре білелер. Бұны Украин президентінің мемуриетінде сапланып ZN.UA білдіре. Украина Русия тарафына кімні авыштырачағы белі дегіл, бесі-белі бұ Одессадаки 2014 сенесі майыс 2 күні вақияларының иштиракчилері ола біле. Ресми азатлар да йоқ. Елде етілген малюматларымызға көре Геннадий Афанасьевның анасы Ольганы Қырымдан Киевге давет еттілер. Шымды о оғлының денештірмесіні беклей. Өлдірген Девлеттер адлы флешмоб Украин фалетчілері Полония пайтақтында кечірді. Олар дипломат векилетханесіне табут, чембер ве хачыларыны кетірді. Сонра есе Евромайдан фалетчілері Русия елчілігінің қорасы янында ятып, Донбасста өлген украинлілеріні темсил еттілер. Бүгін кефеде милли әлемет бойынша қаретлев іші бойынша махкеме топлашуы кечті. Она 1000 рубле жазасы белгіледілер. Эмшіре Урия Ситмамбетова хаста қартаныны бақмаға келгенде оны баққан қадын эмшірені Қырым татары олғанны үшін ақаретледі. Бұндан да ғайры қадын сүргінлікке қол тұтып, Қырым татар халқыны сатқынлар деп адыландырды. Полиция хадимлері бірде-бір шейіні япмаға редетті. Урия Ситмамбетова махкемеде өзінің ве миллетінің намусыны қорчалады. Ялта районының Кастрополь сәкенлері ваде етілген мескені беклейлер. 6 ел әвелсі юзберген яңғын 12 қорантанын дайресіні йоқ етті. Кечкен сенесі декабрь айында сәкенлер үшін яны евнің құрылжығы башладынды. О вақыт зарар көргенлер яны дайрелерге шамаға кірмек керек еділер. Шымды евнің тек цоколь қаты қойылды. Құрылжылықта есе қанун бұзылықлары белгіленді. Құрылжылықны курорт мевсімден сон девам етечек олалар. Себебі ратланғанларға этмемек için. İnsanlar ise времянка ve ahırlarda yaşamağa mecburlar. Этаж должен быть как минимум по соцстроительству 2 метра 70 сантиметров, а здесь 2,50. И как бы нарушение. Говорят, что его сейчас опять будут ломать. Вот мы здесь, полка там все. Все, как говорится, вчетвером взрослые, да. Ну, там одна такая, как лежанка деревянная, там сын у нас отдельно спит. А мы вот все вот здесь вот ютимся. Если мы еще останемся на одну зиму, то это будет, конечно, для нас очень тяжело. У меня 2 внучки на инвалидность. Ялына қолсада Русияде. Ахмежетте өткерілген сораф нәтижелері шуны көстерді ки, чоқысы еслі башлы инсанлар, олардан чоқысы доғма Русияден олғанлардыр. Ярамаданын ишғаліне олар қол тұта. Геншілер есе өз фікірлеріні сақынап айталар. Я всегда говорю, что это сейчас в школах, чтобы вот воспитывали так, как нас. Вчера вот ко мне с России, там, Чебоксар приехали в гости. Тоже спрашивают, ну как вы тут привыкли, вот первый раз приехали сюда. Я говорю, я согласна в лаптях ходить, но чтобы только в России. Ну, Россия, для меня это родина. Я родилась в России, поэтому для меня это ну, Россия есть Россия. Для меня это все. Для меня Россия – это моя страна, моя родина. Я родилась в России, в Оренбурге. Поэтому сейчас для меня Россия – это все. Я очень рада, что пришла к нам Россия. Для нас Россия. Вот мы проходим мимо Христа Спасителя, там, где находится Петр I. Мы всегда говорим, Петр I, величие, грусть, Россия. Ребенок об этом знает. Поэтому очень гордимся своей родиной России. Для нас Россия – это все, ради чего мы шли всю жизнь к ней. Нет, я не буду отвечать. Можно на этот вопрос? Не знаю, была там. Это красивая очень страна, куча берез. Вот. Могучая держава. Ну, для меня конкретно лично, как бы, ну, по-моему, ну, как бы близко я с ней не касаюсь, но Россия сделала Крым лучше, надеюсь.
Қырым пайтақтында рус краличесі екінші Екатеринаға 10 метрлы абидесіні ачмаға планлаштыралар. Оны енді Москвадан кетірділер, Невбеттеки империялық дәврене бағышланған абидесіні Ахмежитнің бульвар паркында текіледжеклер. Екінші Екатеринаға бағышланған Эйкел 19 асырның сонында Қырымның 1783 сендеке олған бірінші ишғалінің 100 елығына бағышланған бір абидесідір. Сонра большевиклер келгенде оны йоқ еттілер. 90-шы сенелерде Эйкеліні ғайрыдан тіклемеге естеділер, ләкин ғайеге не Киев, не де Қырым жематшылығы қол тұтмады. Украина понадусы бойле шарны ишғалтілген Ахмежитте футбол мұхлислері сеслендіре едірлер. Ишғалге бақмадан чоғысы инсанлар Евро 2016 ярышында Украин тақымына қол тұтты. Бұл есе соңки хаберіміз еді, біз еле олыңыз, көрішмек үзре.